Қазіргі уақытта біз Жандарбек ағаның үйіне қонаққа келдік. Тау деп барлығын ете тұрғызып жүресіз. Осындай қырлы сайлы жерлері бар ғой, үйді сала алмайды ғой. Кім? Алып қашып кеткен. Енді әлемде жасады ма жасамады ма о жағын білмеймін. Жалпылама мен жасадым. Алдында бір айтып қалғаныңыз, сіздің үйіңізде бір 13 туалет бар деп. Бұған негізі кедері болып жатқан ғой, мен Instagram. Өзіңізде қанша көлік бар? Достар, ассалаумағалейкум, біздің YouTube каналға қош келдіңіздер. Қазіргі уақытта біз Жандарбек ағаның үйіне қонаққа келдік. Бұл үйдің ерекшелігі $3 миллион 13 туалеті бар үй. Бұйырса қазір обзор жасап, Жандарбек ағамен жақынырақ танысатын боламыз. Кеттік. Bismillah. Ассалаумағалейкум. Жандарбек аға, қалайсыз, амансыздар ма? Шүкір жасым. Жандарбек аға, бүгін үйіңізге кішігірім обзор түсіріп жіберсек, жалпы қарсы сіз. Жарайды енді. Айтып қоймадыңдар ғой, болмаса мен 1 жыл болды ғой осы Instagram'да көбінесе қызмет етіп жүрміз. Кірейік. Бисмилlah. Жандарбек аға, өзіңіз үй туралы кішігірім айтып өтсеңіз, өзіңіз туралы айтып өтсеңіз, жалпы қандай кәсіппен айналысасыз, немен айналысасыз, жалпы біз сізді білеміз. Мынау Instagram'да жастарды тауға шығарып жүресіз, тау деп барлығын ете тұрғызып жүресіз. Одан бөлек, былай сіздің жеке өміріңізді ешкім білмейді. Сіз өзіңіз айтпайсыз, потому что. Сол бүгінгі видеода сол жеке өміріңізді былай кішкене ашуға тырысатын боламыз. Жоқ, негізі өте қарапайым, ондай бір мақтаншақтығымыз жоқ. Сол үйде толықтай ремонт жүріп жатыр ғой қазір. Былай қарасаң, мына жоғары жақтарын бәрін көріп тұрсың ғой. Мына үй негізі былай 3 этаж көрінеді ғой, 5 этаж. Мына қазір кіргенге төмен түсесің, одан астында тағы біреу бар. Негізі. Жалпы үй 5 этажды, 5 этаж, иә. Мынау тұрған, мынан асты кәдімгі үлкен гараж. Қазір енді гараж бітіп қалды, енді тек қана полы қалды, оны бір жақсылап жігіттер майлап берсе, сонымен бітеді енді шағын. Жалпы біз былай айналып, жоқ, сырттан айналамыз ау деймін, төмен жақтан айналайық. Негізі біздің осы қазақтар бар ғой, осындай қырлы сайлы жерлері бар ғой, үйді сала алмайды ғой. Негізі анадай жердің бәрін текстеп тастайды. Біздер қалай осындай былай сайлы жерде осылай келгенбіз, астынан түсесің де огородқа шығып кетесің де. Қырлы жердесің да. Иә, қырлы жер. Иә. Мына балдардың квадроциклдері жазда не алады. Иә. Мына жақта бізде пештан бар, үйді толықтай ремонттайтын. Жалпы аға, сіздің осы толық 5 этажды үйіңіз қандай суммаға бағаланады? Енді білмеймін, қазіргі уақытта өте қымбат қой, 3-4 сол көктің айналасы ма деп ойлаймын. 3-4 миллион доллар. Иә, сол айналасы болу керек. Мына енді толықтай ремонт жүріп жатыр ғой менде қазір. Мына тұрған мына алаң бар ғой. Мына жерде 220 квадрат мына сауна бар, мына астында бассейнімен осы мына тұрған. Содан кейін ары қарай огород кеткен. Негізі мына үй алдында бізде бар ғой. Енді әлемде жасады ма жасамады ма о жағын білмеймін. Жалпылама мен жасадым. Осы үй қисық болады. 20 сантиметр ар жағы төмен түсіп кетті ғой. Содан кейін мен ана гараж дедім ғой алдында. Соның гараж қазып, астына түсіп, мына үйдің астынан үй шығарып қазір отырғыздым осы үйді. Түп-түзу қылып қазір. Түп-түзу үй. Енді толықтай біткен жоқ, қазір енді ойлаймын 2-3 айдың, 4-5 айдың ішінде бітіп қалатын шығар. Бұған негізі кедері болып жатқан ғой, мен Instagram, әйтпесе мен жұмыс бастасам 2 ай, 3 айда бітіріп, жылдан бітіріп тастайсың ғой. Мына Instagramмен қоғаммен жұмыс істеген өте қиын екен. Себебі күнделікті не айтам, жалпы қоғамға не пайда келтірем деген қаншама ойың бәрін, осы энергияның бәрін алып қояды екен. Жалпы сіз Instagram'ды бастағаныңызға қанша уақыт болды? Енді 2,5 жыл болды ау деп ойлаймын. 2,5 жылдай болды. Қазір 100 қанша мың оқырман бар сізде? 124 па білмеймін. 124 мыңдай оқырман бар деп санайық. Сол оқырман санын жалпы өзіңіз мақсатыңыз қандай? Миссияңыз жайлы айтып өтсеңіз. Не үшін түсіресіз? Сізге керек емес қой нәрсе негізі. Мен не үшін түсіремін? Мен қазір көз алдымызда ұлтымыздың жаңағыдегі өте қиыншылыққа түсіп, әлгі қанша депрессияға түсіп төмендеп бара жатқанын көресің ғой. Осы Қазақстанда жүріп, қазақтардың кедей болып жүргені, әркімнің үйлерінің алдында охранник болып жүргендері маған қатты көңіліме қатты келеді, себебі кеше батырлардың ұрпақтары әлем жаулаған. Бүгін біреулердің жаңағы үйлерінде охранник болып жүр ғой. Жандарбек аға, осы үйді айттыңыз, бағасы қазіргі уақытта шамамен 3 миллион 4 миллион долларға бағаланады дедіңіз,
примерно қазіргі уақытта. Енді бұндай үйді салуға не мотивация болды? Не үшін, қандай мақсатта саласыз бұл? Негізі мен жас Көбісі сұрайды да жігіттерге айтатын едім да, жалпы біз енді әкеміз бай болған жоқ та. Біздерге ақыл кеңес ешкім берген жоқ. Біз өмірлік тәжірибемізден өзімізден еңбектеніп, мынандай осындай коттедждерді көрген уақытта армандап, сондай коттеджге менде де болса екен деп, сонымен алып салғанбыз ғой. Негізі қазір мен қайтып бизнес бастасам, мүлде коттеджге жоламайтын едім. Мен ода да пентхаустан әдемі 2 этаж қылып, әлгі охранасы бар, саунасы өздеріне обслуживаниесі бар, ешқандай бас ауырмайтын кілтпен үйді ашам, кірем, кітабымды оқимын, білімімді алам, тауға барам, серуендайым, жүрем, үйге келем, әлемді қыдырып, жаңа есік жауып қойып жүре беретін да. Мына кәдімгі жер үй бар ғой. Менің сенесіңдер ме 80% энергиямды алады ғой, қуатымды алады. Соңғы кезде мына кайзен деген жүйені оқып жүрміз, жапонның. Маған өте көп сол не берді, мотивация берді. Маған уақытты қалай тиімді пайдалану, жалпы өзің қалай көңіл бөлу, солардың бәрін үйретіп жатыр ғой. Мен қазір мысалы жазға қарай осы үйдегі лишний нәрселерін бәрін көз қимай бәрін жіберем. Біз қазақпыз не? Нәрсе жинап керек болып қалады деп үйе береді екенбіз ғой. Сол нәрсені дымға керек жоқ екен. Соны түсіндім. Бізде қазақта солаймыз ғой. Мына керек болып қалады келешекте. Жинап қоя береміз. Осы үйде 4 склад бар. Соның бәрін келешекте босатамын. Ештеңе қалдырмаймын. Сонда сіз әкіміз керекті уақытта сатып аламын да әкеп орнатамын. Ол әлгі жинай береміз ғой. Әлгі құрылыс жасаймыз, одан қалып қояды, бір заттар қойып қоясын, кейін тағы керек болып қалады. Үйіле береді. Тамшы су бар ғой, бір уақытта қарасаң шелек толады ғой. Сол сияқты бәрі толды ғой. Мен әкем тура сондай. Жинай бер, керек болып қалады деп жинай бер. Жоқ, ол қате екен. Сіздің айтқыңыз келіп тұрған жер үй салуға вообще не стоит деп тұрсыз. Содан кейін бір нәрсе, мысалы ремонт полный жасадым ғой мен. Ішіндегі мебельдерді алдым да, керек болып кейін бір жерге байланамын деп қойдым да, болмайды екен. Сол мебельдердің бәрі сол тұрған жерінде керекті адамдарға беріп жіберу керек, болмаса жаңа OLX-тен сатып жіберу керек. Ештеңе. Орнына ол келмейді екен. Түсінікті. Мына жердің площадь қанша? Вообще сіздің жер енді 25 соткадай бар ғой. 25 соттық жер, иә? Бұл қазір Көктөбенің районы, иә? Иә. Сол, анда үйге кірейік, иә? Жүреді. Мына өздерің көрдіңдер ғой, біз жоғарыдан келіп, сыртпен айналып түстік та былай астына. Негізі алдында осы жер үйдің ең төменгі қабаты болатын. Соны айттым ғой, үй қисайғаннан кейін мен үйдің астынан үй шығардым дедім да. Бұл әлемде жасады ма, жасамады ма, о жағын білмеймін. Үйдің астынан үй шығарған. Жүрінде соны көрсетейік, содан бастайық. Астынан бастаймыз, иә? Ең бірінші этаждан. Бұл бізде уже екінші этаж деп саналады, иә? Негізі алдында мынау тереземіз мына жерде тұрғанда, содан үйдің астынан үй шығарғаннан кейін не істедім мен? Лестницаны сырттан даладан шығардым да, мына терезені былайынан жылжыттым. Сонда мынау үйдің астына енді мына іште немерелеріме не жасап қойғам енді. Әлі толықтай әрине кішкене қалды ремонты. Жалпы. Мынандай сенсорный, иә? Иә. Осын бірінші рет көргенде таң қалғам, мынандай нәрсе бар екен. Басасын. Мына енді уақытысында топырақ толы осы жерде үй болған ғой. Негізі мына жер натуральный болған, мына жағына толтырылған топырақ болған. Соны үй не қылған, біз бір жаққа отырды ғой. Соны не керек, осы түзілудің амалы тек қана ар жақтан қазір гаражын көрсетем, соны астынан кіріп кетіп 500 тонна топырақ шығарды. Мынаның астында 1 метр бетон бар. Колонналарын бәрін қойып, сөйтіп бар негізі үйді жай отырғыздым ғой. Бірақ не қылдым? Бәрі отырғызудың екі түрлі амалдарын айтты. Астын кеулеп тұрып не қылды еді? Маған ең гарантированный онда жай кірейін да әлгі тумбаларды қойып бар үйде отырғызам деп бәрін арматурамен армирлеп етіп сөйтіп отырғыздық. Негізі мынау енді менің мына жерде немерелерім отыратын не болды? Мына жерге қазір дивандардың бәрі дайын болып қалды. Соларды әкеп қойғаннан кейін мына жерде стенаны полностью кинотеатр қыламын. Бұл кинотеатр зона, үлкен. Мына жерде қонақтарға арналған бөлме болып қалды. Мына енді светін қойды ма, қойған жоқ екен балдар, білмей тұрмын. Міне. Көрсетесің. Несін қоймадым. Неде қонақтарға арналған бөлме, кәдімгі. Бұл жер детский дейсіздер, иә? Мына балдардың бөлмесі.
Осы. Бұлттарда да. Искусственный бұлттар. Иә. Мына жақ енді туалетті мына жерге әкеп қойдым да, бірақ туалетті қоймадым. Себебі насосты жоғары шығару керек. Мына енді туалет бөлмесі полностью бітті. Енді сәл тек қана қосуы ғана қалды туалетті. Жанарбек сіз алдында бір айтып қалған едіңіз, сіздің үйіңізде бір 13 туалет бар деп. Сосын ба? Оны бар ғой, мен негізі Не үшін туалет көп? Сұрақ. Негізі бар ғой, оны жұмбақ қылып айту керек еді, елге айтпау керек еді. Негізі жалпы мәдениет туалеттен басталады дейді ғой. Аняқа мыняқа жүгіріп жүрмей, әсіресе ауыл жерлерде мына үйдің ішінде туалетті анау харам дейді, бір нәрсе дейді, бәрі дұрыс емес нәрсе да, понятие. Негізі тазалық туалетте болады, тап таза болу керек, ыңғайлы болу керек, жылы болу керек. Содан кейін біздер ары-бері шабы бермеу керек қой. Мысалы осы жерде отырдық па, ана жерден анау жоғары шығып келгенше мына жерге кірдің, дәрет сындырдың болды. Сол енді 13 туалет солай Қандай? көбейіп кетті ғой. Бір нәрсе айтып қалған едіңіз алдында. Бізге мен бір бизнесті қараған кезде ол жақтың бірінші туалетіне кіремін дедіңіз ба? Жоқ, әр елдің мәдениетін не қылу үшін, елдің мәдениетін көру үшін қандай мәдениет деңгейі деген туалетінен бастайды деген. Туалет егер тап-таза, жап-жақсы бәрі не қылатын болса, ол мәдениеттің белгісі екенді. Соны негізі ескеруіміз керек қазақ халқы. Әйтпесе бізде не істейміз? Огородтың ар шетіне қояды. Жерден қазір. Жерменен аяқ киімді кір болып, анаяқа барасың, одан келеміз. Енді солай өсті ғой ақысына. Қазір енді шүкір бәрі ыңғайлы. Туалет керек па? Мына жерге кіре саласың. Екінші этаж керек па? Жанына кіре саласың, жуына саласың. Мына енді мен балдарымның несі ғой? Әлгі. Горка ма? Иә. Мынаны қосатын жері қай жерде екен? Мынай ма? Солау деймін. Мына бірден әлгі балдар ойнайтын немерелерім ойнайды ғой, керемет. Тамаша. Балдарыңыз бақытты ғой. Мына жер толықтай әлі ремонты біткен жоқ. Енді аз ғана ремонты қалды. Енді батут енді келеді да, ой, осы жерде немерелерім келсе осы жақсы болды. Астына түсіп келеді да, бітті ғой осы жерде. Ал асыр ойнайды да жүреді. Күшті нәрсе екен негізінде. Күшті нәрсе екен. Қымбат тұрмайтын шығар бұл нәрсе. Енді мен үлкен ұлым да бизнесте ғой, сол алып келді. Толықта ал. Ішіне рахат. Мощный екен, Иә, балдар немерелеріміз осылай ойнап. Іштегі мынағына да керемет қой, былай. Міне де кіреді, аняқа кіреді, шығады. Мынаяқтан аунайды, в общем, аунап жатады ғой. Қай жерін түсірсең? Қайдан алса болады екен бұны? Бұндай нәрсе. Енді ұлымнан білу керек, қаяқтан алғанын білмеймін. Негізі мынау паркеттердің бәрін кавраламен төсеймін ғой, немерелермен ыңғайлы болып. Құлаған уақытта кеше мына жерден құлады да, мына жерге ұрып алды басын. Осының бәрін енді кавраламен төсеп шығам. Дұрыстап. Мықты. Кеттік. Келесі этажға көтерілеміз, Есіміңіз? Жеңгең болады, Гүлмира. Сол. Сіздер қалай таныстыңыздар, жалпы айтып өтсеңіздер. Ол бар ғой, ол история, ол 2 күн кітапқа көтерді. Кішігірім айтып қызығы жердің бір. Кім? Алып қашып кеткен. Бізде қазақта білесің ғой, мен де ол кезде өте тұйық адам болғам. Әлгі бір көргеннен ғашық болып, көлегенмен. Сөйтіп алып қашты қазір. Қай жерде танысқан? 5 ұлымыз бар. Қай жерде танысқан едіңіздер негізі? Сол ауылда ғой негізі. Бір ауылда? Иә, бір ауылда, көрші ауылда. Былай бірге оқып не істемедіңіздер ма? Жоқ, 10 жас кіші ғой. 10 жас кіші болды. Мен уже 27 жасымда, бұл кісі 17 жасында, соны кезде сырттан көрдік та, 6-та кеттік қой бұл. Былай сөйлеспегесіз ба? Ертесіне уже той болды үлкен. Былай сөйлеспегесіз ба, сонда одан алдын? Жоқ, 6-та қаштық болды. Бұндай нәрсен кәп. Ол бар ғой, өте үлкен история. Ол история болса, кітап жазуға болады. И ондай история бар ғой, миллион просмотр болады ғой неде, кинода. Керемет. Машалла, керемет. Сізде 5 балаларыңыз бар, барлығы ұл, 5 ұлымыз бар, Ең үлкен нешеде? Ең үлкені қазір 30-да. 30-да. Қазір кішкентай, Кішкенесі 15-те. 15-те, Сіздің балаларыңыз барлығы қаншасы қазір бизнесте, Енді 4-өө бизнесте, 1-өө мектепте ғой. Әлі өсіп. Бәрі жеке-жеке өздерінің бизнесі бар, жайлап үйренді. Өзіңіз бала тәрбиелесі бойынша не айта аласыз? Өзіңіз. Барлығы кәсіпкер, бүкіл балаларыңыз кәсіпкер өсіруге. Енді жалпы балаға әке, ана үлгі ғой. Өзгері қандай болатын болса,
жалпы балдарымыз бәрі сол кәсіпке кетті ғой, оқуға білімге онша не қылмады. Тек қана сол жұмыс еңбек, бірақ мектептер өте жақсы мектептер оқыды. Бізде алдында Ерасылмен сөйлескенбіз ғой, Ерасыл бүйтіп айтып қалды да, бізді бүйтіп қарасаңыз сізде байлық дүние барлығы бар да, былайша айтқанда избаловать етіп тастайды көп адам, көп кісілер бағана ақшасы болғаннан кейін балалары кішкене избалованный болады да. Ерасылмен кеше біздің Байымысман жобасының ішінде ол топ 5-ке кіріп ең мықты қатысушылардың ішінде. Біз түсінбей қалдық, ана жерде 100 шақты адам бар да. Қалай қарапайым біздің ішінде спортсмендер көп ішінде, соның ішінде топ 5-ке қалай кіріп кетті десең, біз ойладық ол рәшін жүреді, бай-бай деп сөйтсем, пысық бала екен. Сөйтіп жеке сұрай бастадым, сендер жалпы әкелермен қарым-қатынастарың қалай десем, сендерге ақша береді ме десем, жоқ дейді. Бізге мүлдем ақша бермейді. Ақша берсе де қарызға береді деп айтты да. Соған мен таң қалдым да. Сол туралы кішкене айтып өтсеңіз, қалай өзіңіз бала тәрбиесіне қалай істейсіз? Негізі баланы шындығына мен өте қатал әкемін. Енді аса қатты болған шығар. Содан кейін де көбінесе балаларым қашып жүретін. Кейінгі кезде балалармен қайтып дос болдым, мүлде оспайды. Ол неге? Алдында біз түсінбейміз ғой осы. Біздің әкелеріміз біздерді осып тұрып өсірді. Тәрбие солай екен деп солай жүрді. Қазіргі заман басқаша. Қазір бала дос болу керек баламен, ақылын, іштегі дүниесін шығара білу керек. Сол кездерде осы тауға шығып, жүгіріп, әлгі спортқа бастадық қой, суға. Мүлде бар, оны ашулану деген кетіп қалды ғой. Алдында болмайтын нәрсеге айқайлап, ашуланып, ана сахарный диабет болған кейін көтеріліп кететін еді ғой. Қазір сол жағынан мына таудың, таңертең тұрудың, жүгірудің, суға түсудің пайдасын мына өзіміздің халық бар ғой, білетін болса, түсінетін болса бар ғой, өмірде дәрінің не екенін білмейді ғой. Дәрінің өзің де білдің ғой. Тауға шыққан уақытта қанша бірден салмақтың бәрін тастадың, керемет жағдайға түстің. Осы біздің халықтың адашып жүргендері түнімен сағат 2, 3, 4-ке дейін түнде тойлап, әлгі тамақ ішкенде біздер бір-біріміз бар ғой, керісінше артқа тартып жатқанымыз ғой. Алға сүйреміз керек, таңертең ерте тұру керек. Бүкіл қазақ бірінші орын болу қой әлемде ерте тұрудан. Сонда әлемдегі ең мықты мемлекеттердің алдына түсеміз. Сонда әр қайсысында энергия болса, білім болса, қуат болса, не болады мемлекет, өзіңдер ойлаңдаршы. Болмаса әлгі бір-біріміз өсектеп, түнімен тойлап, қарынды тойдырып алып, энергия жоқ, тілге не қылып кеткен ғой барлық адамдар. Осы. Айтсаң көп адам түсінбейді. Бұны түсіну үшін жасау керек, істеу керек. Ары қарай өзінің нәтижесін көріп барып, содан кейін бір-бірін тартатын болса халық. Сонда ғана. Біз ойлаймын да, тоже осы сіздің мүмкін қаталдығыңыз, осы балалардың қазір мықты кәсіпкер болуына тоже септігін тигізген шығар. Әрине, өте. Менің үлкен балам қыздарыңыз жоқ екен да, қыздар. Иә, мысалы үлкен бала мысалы кәсіпті бердім, 2 рет банкрот қылып тастады кәсіпті. Енді дисциплина еркеледі ол. Қазір мысалы барлық бизнестен жаңағы қателіктеріне сабақ алып, қазір өте керемет жүргізіп жатыр. Қазір енді үйленгеннен кейін айтады ғой, негізі көп жігіттер үйленбей жүреді ғой, осыны жасап алайын, негізі дұрыс емес. Үйленгеннен кейін жасау керек та. Содан кейін бүкіл ана жүнде бос жүрулерін бәрін тоқтатып, еңбекке, бала шаға деп көңіл бөліп, содан кейін дамый бастайтын сияқты. Өзімде бір сұрақ қойып жіберсем. Сіз жалпы Жандарбек аға сіз үшін қандай адам, жалпы егер таныс болмасаңыз или Жандарбек аға туралы не айтатын едіңіз өзіңіз? Қандай адам бұл өзі? Біз просто Инстаграмда тек қана андай адам ретінде көреміз да. Тау азында ете тұр. Сіздің жеке адам ретінде, жұбайыңыз ретінде қандай адам өзіңіз айтып өтсеңіз? Ең біріншіден қатал екенін енді біліп отырмыз. Пейілі кең. Ең біріншіден пейілі кең. Екіншіден жасайтын нәрсені бірінші ойланып алады, сосын барып жасайды. Үшіншіден қамқоршы. Енді ол жеке менің өзімнің пікірім, енді бәріне қамқоршы емес те шығар, бірақ өзімізге қамқоршы. Сосын қиянатқа ешқашан қимайды, адам баласын қимайды. Сосын егер адамның жаңағы ой түйсігі терең, өмірінде бір болашағы жанып тұрған адам болатын болса, өзінің ішіндегі ешкімге айтпаған нәрсесін де айтып, сол адамды жоғарға шығарып, өзінен де мықты бизнесте жүретін, немесе бір басқа да жаңағы әлеуметтік бір желісінде жүретін, немесе бір мәдени бір несі бар болатын болса, сол адамдарға қолғабысын тигізе алады. Мысалы әр істеген ісі ол балалар үшін де,
мысалы балалар оны көріп тұр ғой, енді мына кісіге беріп жатыр, ана кісіге берген жоқ. Неге? Жақсы менен жаманның айырмасын сол бала өзі реттеп алады. Сол сияқты. Енді 50-50. Біз енді жаңадан мына бизнесті қойған кезде жан жақтан жаңалықты осы Жәкең алып келетін. Бүткіл жаңалықты Жәкең әкелетін, Жәкең балалар бірінші болып ойнайтын. Телефон болсын, басқа болсын, барлығында машина болсын. 18 жасты күтіп, армандап күтеді біздің балалар. 18 жаста машина аламын деп. Бірақ әкесі береді машинаны. Сосын айтады, енді сен жігітсің ғой. Енді өзің осы машина айдағанда отвечать етесің. Жаңа жол нарушениясы, бензин и так далее, барлығы. Расходниктардың бәрі өздері төлей ме? Сондықтан бала тез есейеді деп ойлаймын. Алдында солай болды ғой, мысалы үлкен балам Асылбек машина алып алады, ана жерде нарушение болады, әке мені ұстап қойды, ана өзің шеш дейді. Вообще. На самом деле МВД-да неде бәрі же таныс бар. Звонить ететін болса, сразу шешеді, жібер дейді да. Бірақ өзі шешіп үйренді бәрі. Зато өзіне жауапкершілік алады. Өзі жауапкершілік. Сол сияқты, мысалы, тұрмыс құрғаннан кейін де бір ауыртпашылықтар не болатын болса, келінім болсын, ұлым болсын, өзі шешеді. Өздерің шешіңдер деп айтамыз. Потому что өмір қателікпен тұратын нәрсе. Қателік болады, жөндейсің, қайталасаң, қайтадан минусқа түсе бересің. Болды, бітті. Ол сен уже сол неден шұңқырдан шыға алмайсың. Егер сен бір жасаған қателігіңді қайтадан қайталамасаң, онда сен үлкен жетістіктерге жетесің. Сол сияқты ғой. Сол бізде мына нәрсе бар ғой, бір еркектің бір үлкен бір жетістігіне жетудің септігі ол өзінің артында тұрған бір мықты әйелі болады дейді да. Вот соған байланысты сіздер сүйля бірге көтерілсіздер ғой, былайша айтқанда. Енді мен негізінде өте жас тұрмысқа шықтым. 17 жасыңызда десе? 17-18 жаста. Бұл кісінің мен тұрмысқа шыққан кезде уже ешкімде жоқ БМВ-сі болатын. Хотя үйінде басында үй болмаса да, бірақ 9 жылға дейін біз тұрмыс құрғаннан кейін 9 жылға дейін почти 10 жылға жақын бізде үй болған жоқ. Мүлдем үй болған жоқ. Бірақ соның ортасында 9 жылдың ішінде 3 ағайынның балдарына үйлі қылып берді, жұмысты кәсіпті етіп берді. Ең соңында 9 жылдан кейін осы Алматы қаласында досымен бірге кәсіп ашты. Сол кезде біз үй алдық. Сол 9 жылға дейін мен Жәкеңе неге бізде үй жоқ, неге біздің балаларымыз өсіп көшіп қонып жүреміз, неге сен маған мынандай әпермейсің, балама мынандай әпермейсің деген вопрос болмаған. Менде керемет. Мен де өзімнің бала кезімнен, әкемнен не шешемнен ұрыс естімеген балам. Мен үйде үлкен әжеміз болды, мен соның қызы болдым. Сонда маған тек қана түсіндіріп, отырғызып қойып түсіндіріп айтып үйрететін. Сонда тұрмысқа шыққанда айтқан, үйге иті жаман болса да айтып келме. Күйеуіңнен қайда бардың, қайда келдің деп сұрама, қалтасын тінтіме. Не іздейсің, соны тауып аласың. Одан да іздемей қой деп айтатын. Сол сияқты мен бұл кісіні ешқашан астарлап, қайда бардың, қайдан келдің, неше күнге барасың, мен мынаны тасиын ба, мен мынаны істейін ба деп айтқан емеспін. Бүткіл ағайын тумасы үйде өсті, балаларды, бауырларын бәрін өсірдік, өндірдік, оқыттық деген сияқты бизнес ашып бердік. Осының бәрі Жәкеңнің арқасында. Өте керемет. Негізі қазіргі жас әйелдерге, қыздарға керек нәрсе сияқты. Бізде кешеміз тура солай болған. Өзім қатты сіздерді мама папа сияқты көремін ғой. Тура сондай болған ғой, былайша айтқанда. Негізі жаста келеді. Негізі көбінесе бар ғой, көп қазір тұрмысқа шығады ғой қыздар. Ауыртпалықты көтермейді да. Негізі мен айтам, егер жолдасың бір нәрсе жасайым десе, істесін, көрсін, істей берсін. Не тапса, құлақтарың алтын сырға қыздарға. Не тапса, түбі сенікі ғой, жолдасың. Болды ғой, қайда қалады? Бәрі сенде қалады ғой. Соны аз ғана қиыншылыққа шыдамайды. Әлгі кикілжен, ұрыс керіс, екі айырылады деген. Айырылып кете берді. Қазір үлкен көп айырылып. Негізінде Жәкең, мен қазір бүткіл, мына жасың өскен сайын артыңа қарайсың, сол кезде Жәкең бір айда 4-ақ күн, 1-ақ апта болуы мүмкін үйде. Қалған уақыттың бәрінде ол кісіде жаңа Қытай, Дубай, Түркияда, басқа мемлекеттерде, Жаңаөзенде көп жүретін. Сосын апаларына, інілеріне, бауырларына стройка жасағанда да мысалы кетіп қалады. Мен сол кезде мына бауырыңа көмектеспе, мынаны істеме деп ешқашан ортасына түскен емеспін. Сабырлық жасадық. Өзі айтқан сияқты, ең соңғы сабырдың түбі сары алтын. Ең соңында бәрі осы жасаған бәрі берекесі, осы жеткен жетістігі, ертең көрсеткіші сол. Енді мен қазір азаматыма тек қана денсаулық тілеймін.
Керемет. Мысалға бәрін орнына қойып берді, барлығын болдырды, өмірдің бәрін арнады бизнесқа, иә. Ол кезде ешкім кедей өмір сүруге нетпейтін, барлығы жаппай қазақ даласында осы сауда басталды. Сол жетістігіне өзің ойлаған мақсаттарына жетті деп ойлаймын, бірақ адам баласына ешқашан ақшада дүнияда жетпейді, бірақ мына несі инсафтығы адам өзіне жетті ме? Жетті. Енді бұл кісіге қой болды, жұмыс жасама деп мен айта алмаймын. Азамат қой, басы қартайып 80-ге жеткенше жұмыс жасаса жасауға болады. Иә. Өте керемет. Сондықтан деніне саулық тілеймін. Сосын артына қалдыратын ізгі істердің барлығы елдер үлгі тұтатын, сондай істері қалсын. Керемет ақпарат айттыңыз. Мынау бізде алдында бір мынандай ситуация болып қалды. Мен сіз туралы айтып жатқанмын ғой, туысқандарға, бір жақын адамдарға. Осы Жандарбек аға кісімен таныстым, оның осында үйі бар екен, 5 этажды, оның осынша 10 шақты көлігі бар екен деп не істеп жатсам, ана кісі сол жақын адам айтады да маған, не істейді сол дүниенің бәрін жинап деп айтып қалды да. 60-ға келді, жасыңыз уже примерно. Сөйтіп мен түсінбей қалдым, не деп жауап берерімді білмей қалдым. Мен білмеймін дедім, ол кісінің шаруасы ғой дедім да. Қазір ойланып сіз айтқаннан кейін мен түсініп отырмын да, ол кісі почти 40 жасқа жеткеннен кейін ғана осындай үйлерді алып, бана көліктерді мініп жатса, ал бұдан алдын қаншама туысқандарыңызға үй алып бергеніңізді, бана жұмысқа отырғызып бергеніңізді, оқу жағынан көмектескеніңізді мына әйеліңіз ғана айтып отыр да. Мысалға, бұл кісі айтпайды негізі ондай скромный ғой, бірақ неше адам үй баспаналы болып отыр. Біз өзімізге жасамай, мысалға, ең бірінші сол жақын әулеттерге жасап, барлығын көтеріп, енді міне балалардың басы құралып мектепке барған кезде ғана біз отаршылық жасадық қой. Отырдық бір орында. Берекесін берсін, отбасыңыз өте мықты болсын. Бұйырса 100 жасаңыз сізде. Біздер енді ең төменгі қабат, бұның астындағы қабат болды ғой, енді жоғары шықтық. Мына жер енді жалпы жазды күндері көбінесе пайдаланамыз, мына бақшаға шығып кетеміз. Мына жерде кішігірім қонақ, жоғары жақта үлкен қонақ күтетін бөлмелер бар. Мынау екінші этаж, дұрыс па? Екінші этаж. Мына төмен санағандықта екінші. Иә. Одан кейін үшеуі бар. Мынау сіздер мебельдарыңыз мен алдында айтып қалған едіңіз. Өзіңіздің компанияңыз болды, иә? Адельфи деген, қателеспесем. Адельфи деген компания. Біздегі осы жерде не көретін болсаң, бәрі Адельфи жасаған. То есть мебельный компания болған Адельфи деген, бұны қазір сіздер сатып жібердіңіздер. Сатып жібердік, иә. Ол компания қанша жыл жұмыс жасады, қандай обороттар болды? Негізі ол компания өте үлкен оборот болды. Бірақ енді әрине көбінесе қалай ол элитный компания болған екен, сатудың себебін айтайын. Енді көп адамдар ренжуі мүмкін да. Жалпы өте мынау еңбексіз байыған кісілер өте жұмот болады да. Адамның еңбегін бағалай алмайды. Көбінесе біздің клиенттер сол өте қымбат мебель жасайтындар болды да. Болмайтын, жаңа көзге көрінбейтін нәрселерге тиісіп, ақшасын бергісі келмей, қаншама әуреге салды. Сіздер қымбат мебель жасайсыздар? Өте қымбат мебель жасайсыздар. Мынауың бәрі су жақтан, иә? Жалпы бұл енді средний мебельдер ғой, аса қымбат емес. Біз өте қымбат мебельдер жасаймыз. Біздің Адельфи компаниясы под ключ дейтін. Үйге кіргеннен бастап, плинтустан бастап, бүкіл спальнейі бар ма, столы бар ма, стульясы бар ма, кухнясы бар ма, жалпы не мебельден ағаштан жасалады. Менде 6000 квадрат болды полностью. Соның үлкен себебі бұндай компания әлемде бар ма жоқ па деп білмеймін. Әркім әр жерде жасап құрастырады ғой. Бірақ біздің мебель полный болды. Бірақ именно мына олигархтардың өте бай, еңбексіз байитындар біздің Қазақстанда өте көп. Солардың жаңағысы әбден титыққа тиіп, әлгі болмайтын, көзге көрінбейтін нәрселерге жаңағысы түршіктегеннен кейін бұл қойдым дедім да, қойып кеттім. Сіздер үлкен объемда заказ аласыздар. Иә. Мынандай қымбат мебельдер жасайсыздар да, бағанағы еңбексіз байыған кісілер деп жатсыз ғой. Сол кісілер андай кішкентай нәрселерге придираться етіп ақшасын бермейді. Ақшасын бермеуге тырысады, болмаса неше түрлі жаңағы жұмысшыларды жоқтаймай, ұрсамай, ана жұмысшылар настроениесі жоқ. Сондай адамдар бізде Қазақстанда білесің ғой. Еңбектің қадірін білмегендер, сондай негізі түбінде мен сатып жібермей солар итермеледі, әйтпесе сатпайды. Сол нәрсе сізге септігін қандай сумма сатылды айта алмайсыз? Енді ол секрет енді. Мен қазір құрылыс жасап жатырмын. Гостиница салып жатырмыз. Керемет, керемет. Қандай кәсіптеріңіз бар? Сол туралы айтып өтсеңіз, қанша кәсібіңіз бар? Біз білеміз, алдында бір Инстаграмда шығарып жүрсіз, Аржан деген компания бар. Пластиковый окна. Иә, негізі мен енді Аржан компания, мына терезе саласы бар. Менің досым бар, Арып деген.
бірге жұмыстаспыз. Партнер. Иә, партнерміз. Сол 20 жылдан бері бірге істесеміз. Негізі осындай ұзақ мерзімді партнерлар өмірде кемде кем кездеседі да. Бір партнер болады 3-4 жыл, 2 жыл ары кетсе болды. Ұрыс керіс ол дүние жайлы ажырасады да кетті. Шүкір, біздер қазір сол бизнестің бәрін орнына қойдық. Енді балдарға жай тапсырып жатырмыз. Балдарымыз ары қарай жұмыстас болып жұмыс істеп кетеді деген ойдамыз да. Иә. Қандай жұмыстар бар? Елу сіздер қазір қанша жыл болды партнер болып жатқандарыңызға? Жалпы бизнесте. Бізде 21 жыл болды. 21 жылда партнер болып жұмыс жасау ол оңай нәрсе емес қой негізі. Әрине, ол екінің бірінің қолынан келмейді. Ондай кем деген деп жатырмын ғой. Ол жерде біреу басынып, ашуланған кезде былай. Иә, бұл жерде енді әрине екеумізде екі түрлі характеріміз бар. Білесің ғой, неше түрлі. Арада ұрыс керіс болмаған жоқ емес, арасында болды, бірақ түсініспен қарап, жайлап бәрі емі табылады ғой, тіл табысып. Сол көбінесе қазір енді ұлдарым гостиница салып жатыр, менің үлкен ұлым жаңа краска, мебельштерге материал сатады. Содан кейін бір ұлым жаңа стекольный заводта, әлгі партнеріміздің ұлымен бірге 5 класс. Ол жерде бүкіл стеклоның түрін шығарамыз. Каленый дейсің ба, ламинирован дейсің ба, бронирован дейсің ба, энергосберегающий дейсің ба, стеклопакет дейсің ба, шығармайтын не жоқ. Енді үлкен завод бірден салдық, өте табысты жұмыс жасап жатыр. И содан кейін ана ұлым гостиница салып жатыр. Тағы 4-ші ұлым уже ламинация нелермен неғып жатыр. Енді қазір ол ұлым үлкен контрактімен қазір уже Қытайдан конструкция үйлер бар ғой. Сол уже 200 үйге заявка бар, оны солған кірісейін деп жатыр. Жалпы сол сияқты одан кейін бірнеше жаңағы мүліктеріміз бар, аренда жинап отырады, мына салып тастаған. Енді әрине бизнес енді жетеді ғой, жеткілікті. Негізінде Жандарбек аға көп нәрсені айта бермейді, былай менде мынау бар, анау бар, мынанша миллион доллар тұрады деп. Бір оқиғамды айтып өтейін, сізге қатысы бар. Алдында бір рет бұл кісі өзінің жаңа бір бизнесін ашқан, смарт пленка деген, анау бір кнопкамен әйнекті бұлдыр қыл жеретін. И сол жаққа қонаққа барған кезде бір бизнес-центрға шақырды, Асыл ағаш деген. Қанша этажды ол? 6 этаж. 6 этажды үлкен бизнес-центр, ішіне кіремін, сол 2-ші этажында күтіп алып, танысып отырған кезде бағана смарт пленканың бизнесін көрсетіп отыр, маған осындай нәрселер бар деп. И соның ішінде бүйтіп айтып қалды да маған, вот мына осындай смарт пленка жасаймыз, и мынау отырған сенің бизнес-центрі сол тоже біздікі деді да. Мен сол кезде таңғалып қалдым да. Біз Жандарбек ағаның сондай үлкен бизнес-центрлары бар, гостиница бар, бағанағындай заводтар бар, именно стекольный завод бар, пластиковый окна шығаратын заводтар бар. Негізінде общий совокупностьте қанша сізде бизнес бар, примерно саусақпен санап айтқан кезде? И общий примерно годовой или месячный оборотты айтсаңыз, жобалап хотя бы былай бәріне цифра қызық та, цифраны айтсаңыз жақсы болады. Цифраны енді айтпай ақ қояйын, енді ол не қыла берсін. Жалпы негізі бизнес үлкейген сайын ақша жетпейді. Мынау негізі бизнесмендер түсінеді. Не қойлам бизнес үлкейген сайын негізі өте қатты алыс жақтап кетпеу керек та. Ол кезде мүлде кедей боласың. Мына сендер ойламаңдар, ана үлкен бизнесмендер, жаңағы мүліктер үлкендер, ең кедей солар. Өздеріне уақыт бөле алмайды. Өздері жаңыз рахаттанып, бәлкім ары бері қыдырып келетін шығар, бірақ нерв, шаршау, солардың бәрі негізі үлкен бизнесте масштабты үлкейте бергеннен ғой. Негізі бизнес деген өзіңе жеткілікті, қалыпты деңгейде болу керек. Мысалы, Түркияда өте үлкен бизнесмендер көп. Неден? Мемлекет оларға былай ғой. Егер сен жылдық налогтың ақшасын мемлекетке төлегің келмей, оборудование алып жұмысты үлкейтетін болсаң, ол мемлекетте да. Сен сол ақшаны оборудование НДС-тің орнына өкіметке төлеуді өзіңе оборудование алуға болады да. То есть өзің төлеген НДС-тен өзіңе оборудование алсаң болады. Оборудование алсаң болады. Ол мемлекеттер. Содан кейін олардың мемлекеттерінің дамыған сол. Өте қатты үлкейіп кетеді. Мысалы, кәсіпкерлерге поддержка. Бізде де мемлекетке налогқа төлейтін ақшаның орнына сен анау оборудование алып завод ашамын дейтін болсаң, содан шегеріп тастайды. Олар сөйтеді, өсе береді ғой. Ана өкіметке бергенше өзімде қалсын дейді ғой ақша. Бірақ өкіметке қанша пайда, мысалы, қаншама адамға жұмыс орны ашады. Мойнынан кесіле, мемлекеттің мойнынан түседі ғой. Ал жұмыссыз болатын болса, барлығы мемлекеттің мойнына отырып алады ғой. Қазір біздегідей. Көңілге айқай, ұйқай. Сіз жалпы қанша осы жұмысшы тақырыбына келдік, қанша адам сізде жұмыс жасайды общий бүкіл компанияңызда? Шамамен айта аласыз ба?
Енді 200-ден көптеу шығар енді сол. 200-ден көп жалпы барлық компанияда 200-ден көп адам жұмыс жасайды. Осы бағана налоговый система туралы бізде Қытайда болған кезде тоже сондай екен да. Қытайда бағана кәсіптер жүреді ғой. Налогын бір определенный жарты жыл, бір жыл жинайды екен да. Мемлекет сол налогын қолданып, оборот айналдырады. Потом жарты жыл, бір жылдан кейін сол жиналған налогын өзіне қайтарып береді екен тоже. Кәсіптің өзінің қайта айналдыруға. Керемет кәсіпкерлерге қолдау беріп, тоже Қытайды білесіңдер. Иә, біздің мемлекетте сол кәсіпкерлерді қолдаса ғой. Әлгідей налогтарын ашық көрсететін болса, соған жаңағы жұмыс орындарын аша алатын болса, сол ақшаларды өзіне қайтарып беретін. Ол кезде бәрі по белому жұмыс жасап, бәрі налог төлеуге асығатын сияқты ғой. Ол кезде не істейді? Жұмыс орны ашыла береді. Әрбір жұмыс орны ашылғаны мемлекеттің мойнынан адамдарды не қылып жатыр ғой, босатып жатыр. Мемлекет асырамайды, мұны кәсіпорындар асырайды. Керемет нәрсе ғой бұл. Иә, өте керемет. Осы жүйе мысалы мемлекеттік жүйеге кіру керек қой. Дұрыс айтасыз. Қазір керісінше налог көбейейін деп жатыр. Бәріне естігеніміз енді черный әлгі астыртын бизнес жасайтындар көбейеді. Иә, бағана скрывать етіп, сол налогты деген сияқты ғой. Сол нәрсе шынымен болады деп ойлайсыз ба? 15 миллион. Енді ол жағын мен саясаткер емес, жалпылама болмаған дұрыс қой деп ойлаймын. Қолдау болған дұрыс дейсіз. Қазір 12%-ке бәрі по белому жақсы төлеп келе жатыр ғой төлем. Мынандай шыққаннан кейін қайдан қиындау болады. Түсінікті. Біз қазір Жандарбек ағаның 3-ші этажға көтерілдік. 3-ші этаж деп санай береміз ғой, дұрыс па? Мына жерде мына өзіңіз айтып өтсеңіз, не бар жалпы? Негізі қазір толықтай біткен жоқ, жоғары жақта ремонт болып жүріп жатыр. Жалпы мен анау жұмысқа кетуге сыртқа шыққан уақытта мына жерде қазір біраз материалдар тұрды. Сол жерге шай ішетін жерім болады. Мына панорама деген таудың көрінісі енді ерекше ғой. Вид ерекше екен. Мынау бізде алдында сіздің компанияңыздың Адельфидің мебельдері, барлығы. Иә, бұл осының бәрі Адельфи. Мына мебель қанша тұрады аға? Примерно айтыңызшы жобамен. Қымбат мебель сияқты ғой. Мебель шамамен осы комплекттің бәрі бір 10 миллионның айналасында ғой. Бұл енді ескермейтін, бұл ұрпақтан ұрпаққа кері беретін мұра болатын дүниелер ғой. Жалпы ешқандай не қылмайды да, жаңағы лақтырып тастап, деспей, анау-мынау емес. Таза материалдан, ағаштан жасалған. Мына жердегі вид ерекше екен. Мынаны түсіріп алсам болады екен. Мына сыртқы көріністер енді ерекше ғой. Сол ремонт біткен жоқ. Мына балкондардың бәрін ағаштарға қойып. Аға не емес пе? Европолис па? Европолис, иә. Европолис қой. Вид өте ерекше екен. Тау көрінеді мына жерде. Қала жақсы көрінеді. Қала енді тұманнан көрінбей ештеңе жоқ қалада. Қара түтіннің астында жатыр ғой. Мына таудың ерекше. Мен енді мына шай ішетін жерім енді ерекше, мына көрініс тауға ерекше болады енді. Қазір бұл кісілерде ремонт болып жатыр екен. Мынау бізде 3-ші этаж ғой. 4-ші, 5-ші этаж тоже пока дайын емес екен. Бұны біз келесі выпускқа қалдырсақ деп келісіп отырмыз. Жаке, мына жерді көрсетесіз ба? Қай жер? Мына жерде қандай заттар бар? Мына бір ерекше бір заттар тұрған сияқты ғой, мына бөлмеде. Мынау не, аға? Мына туралы айтыңыз. Енді бұл енді не ғой? Не деп айтады? Қылыш деп айта ма? Ерекше достарымыздың сыйлық не алған? Иә, мынау ерекше керемет мынау сыйлық біздің достардан. Мына Шымкенттегі Садула деген сыйлық. Бұл қандай қылыш өзі жалпы? Қандай қылыш? Бұл енді жігіттер айтқан еді, қазір ұмытып қалдым. Жалпы осы үйде негізі әр ер азаматтың үйінде осындай не тұру керек қой, өзін қорғануға жақсы осындай қару болғанда дұрыс па деймін. Енді әрине көбінесе басқа ұлттардың үйлерінде не бар деп отырады ғой. Мылтығы бар, пистолеті бар, автоматы бар дегендей. Бесі кәдімгідей баршылық екен, иә? Өте керемет. Мынау сіздің өзіңіз бір намаз оқитын бөлмеге ұқсайды екен, иә? Сондай намаз оқитын. Мына да бір кішкентай қылыш. Қылыштарды өзіңіз жақсы көретін сияқты ғой. Енді сыйға тартып жатыр ғой енді. Осылардың бәрін дұрыстап білуіміз керек енді. Керемет. Иә, үйімізді бір бітіріп алайық. Аға, енді бағана біз айттық қой, сіздің үйіңізде 13 туалет бар деп. Біреуін көрсетсеңіз. Біреуін көрсетейін ба? Біреуін көрсетіңіз, 13 көрсетпей. Тек қана біреуін ғана ма? Нашарын көрсетем, жақсыларын секрет ол. Болды, онда. Келесі выпуск қалдырайық, жақсыларын. Бұйысы полный ремонт біткеннен кейін. Мынау бізде біреу. Мәссаған.
Енді дәретханада сөйлеуге болмайды, бірақ соның өзінде де мына үй сияқты дәретханада тап-таза екен берсе. Мына қарасаңыздар, кәдімгі целый жарық, прям люстрасымен. Не айтасыз аға бұл туралы? Мына мрамордан жасалған ғой деймін, да? Иә, бәрі мрамор, иә. Бір туалеттің шығыны қанша кетеді примерно? Бір туалетке, мына туалетке енді 3,5 миллиондай. 3,5 миллион, иә. 3,5 миллион керемет. Бүйтіп сенсордан басым. Мына жерде тоже туалет па? Мына тоже. Мына менің нем ғой, жабықтыр бәрі толған. Бұл менің жаңағы кітапхана бөлмем. Бұл жаққа кіріп көре алмаймын ба? Жоқ, кіріп деп ішіне дүние толтырып тастаған. Үстіңгі дүние ремонт болып жатқан екен. Болды. Енді бұл кітапхананың ішіне кірсе құлап қалады. Бұйырса енді келесі выпускта қаласаңыздар, осы келесі выпускта осы скрытый Жандарбек ағаның кітапханасын көрсетеміз, бұйырса, иә? Оның ішіне кірсең енді ерекше. Мен 2-3 айдан кейін президенттің бөлмесі сияқты ғой. Примерно қашан түсіре аламыз келесісін бір жазды күні ма оны? Міне жазды күні өтетіңіз қараңыз. Берсең, жазды күні келіп полный 4-5 этаж и Жандарбек ағаның кладовкасы түсіретін боламыз. Ол кезде дайын болып қашар бар ба? Кладовка емес. Кладовка деп кітапханасын, иә. Жеке біз қазір мынау үйдің 5-ші қабатын сіз ерекше бір салдым деп айтқаныңыз, сол туралы айтып өтсеңіз. Иә, мына қазір жоғары жақта 1, 2, 3, мына 4-еу. Содан кейін бұның астында тағы біреу бар ғой. Жаңа мынаның төмен жағында тағы біреу бар да. Кинотеатр. Иә, кинотеатр. Мына төбедегі крышаны мен мына үйдің алдында жинадым. Полный жерде. Бәрін бітірдім де. Содан кейін кранмен алып та қоя салдық қой. Соның кадрлары бар ғой сізде? Иә, кадрлар бар. Бұндай құрылыстың стратегиясын қайдан үйрендіңіз жалпы? Өзіңіз салдыңыз ғой бұл нәрсені, дұрыс па? Иә, негізі мынау бала кезден осы білмеймін, бір менде қасиет болды да, біреу бір нәрсе жасай алмайсың десе, мен міндетті түрде соны жасауға тырысатынмын. Әлгі іште қайнайды ғой, бір нәрсе қолдан келмейді деген. Адам істеп жатқан неге адам істей алмайды? Сондай нәрсеге қатты не қылдым. Содан кейін ойланасың, қалай істеледі, қалай жасауға болады деген. Сол адамда негізі ой жүйрік болу керек пе деп ойлаймын. Сол өмірлік тәжірибелер көру керек, істеу керек, білу керек. Соның бәрі жинақтап келіп, өмірлік тәжірибе жинақтайды ғой. Сол қазір енді нағыз сол өмірлік тәжірибемізді кемелденген уақытыма дейін жинақтаған осы. Не болса да істей аламыз, қолдан келеді. Керемет, сіз алдында айтып едіңіз. Ой, бақшамыз бар, қыстық бақша. Сауна бар дедіңіз. Потом сиыр бағам деп айтып едіңіз ғой. Сол туралы айтып өтсеңіз болады екен. Сіз қазір сиырды сатып жүрсіз? Сиырды сатқызып жібердім, себебі сол мал ұстайтын адам келмей қойды да, басқа жұмыс жағам. Ол малға жоқ екен, содан кейін неғып жібердім. Сиырды өзіңіз сүтін алып? Иә, жазды күндері мыяқта жерлеріміз бар, апарып тағы алып қоя саламыз. Қысты күн енді қиындау болып жатыр. Курятник? Курятник ол төменде. Оны барып көрсетеміз. Курятник кеттік оны. Натурально жұмыртқа жейді. Натуральный жұмыртқа. Таза. Натуральный сүт ішетін едіген сиырымыз қазір. Сатып жіберді қазірге. Осындай $3 миллион үйі бола тұра, өзінің тауығын асырап, таза жұмыртқа жейді. Енді біздің тауықтар көбісі дұрыс естемейді дейді ғой. Мына бақ па, аға? Мына бақ па? Анау ма? Сауна ғой. Мына іші сауна, иә? Мына жақта сауна бар. Ол әлі біткен жоқ енді, бұлар мына жерде іші тренажерка бар дедіңіз, иә? Мына кішігірім теплица көктемде. Қазір енді бірінші марттан бастап зелен бар ғой, ішіне еге бастаймын. Өзіңіздің огородыңызға былай шатқанда? Огород. Негізі бізде ерекшелігі елде де қыста тумайды ғой жұмыртқа. Неге жыл 12 ай жұмыртқа туады ғой, себебі жердің астына салып қойғанбыз. Қанша тауығыңыз бар? Қанша тауығыңыз бар? 31 тауық па? 31 тауық? Целый ферма бар екен ғой? Кішігірім. Жұмыртқа туып жатыр ау деймін? Иә. Тауықтар шығып кетпесін? Иә. Мына жерде мына Жандарбек ағаның 31 тауығы бар. Жұмыртқаны алып көрсетсеңіз болады екен. Ана аласыз. Енді туады ғой енді. Міне күніге керемет. Негізі күніге 15-20 жұмыртқа береді ғой осы тауықтар.
Үйде осы тауықтардың жұмыртқаларын қуырып натурально жейсіздер. Иә, тек натурально жейміз ғой біздер. Керемет. Бұны асырайтын арнайы адам бар ма сіздерде? Асырайтын арнайы адам жалдап қойғансыздар ма или өздеріңіз? Негізі енді бизнесте болған кейін осы сыртқа қарайтын бір жұмысшы бар, үйдің ішіне қарайтын бір жұмысшы бар ғой. Неге магазиннен ала салмайсыздар жұмыртқаны? Неге жұмыртқаны магазиннен ала салмайсыздар? Бәрібір дәмі ерекше ғой. Жазда мына жерде бәрін егіп алам ғой мен. Не егесіз бұл жерде? Малина бар, клубника бар, огурцы, помидор, картошка, сәбіз, в общем, капуста, еще зеленің бәрі түрі бар ғой. Магазиннен вообще ештеңе алмайын десеңізші? Магазин емес, натуральный бәрі. Ана жерде не бар? Анар бар. Алманың түрі, помидор, черешня өте керемет салады Алматыда. Осындай үйге қанша энергия керек қарау үшін? Біраз энергия керек қой мынандай үй соғу үшін. Батут бар екен еще? Иә, бұл батут енді ерекше батут. 10 жыл болды, бір сынбайды ғой. Батут ба? Иә. Біздің ана тяжеловес 5 балам секіргенде де не алмайды ғой. Қайдан алдырдыңыз бұны? Бұны Дубайдан алдырғам. Тайванский. Жандарбек ағаның өзіңізде қанша көлік бар, автокөлік? Енді балдарыммен санасақ бір 10 шақты болатын шығар. 10 шақты автокөлігіңіз бар. Өзіңіздің жеке үйіңізде тұратын қанша көлік бар? 6 көлік бар. 6 көлік бар, иә. Бұйырса достар, келесі выпускта мына енді бәрі гараждың астында, енді осы гараждың үстінде жүрміз ғой қазір. Келесі выпускта бұйырса барлық көліктерге обзор жасап, потом қалған 4-5 этажға тоже бұйырса обзор жасайтын боламыз. Жәке, өзіңіз қандай кеңес айтасыз жастарға, бізге, көрермендерге? Осы жастарға айтатынымыз көбінесе мынау жаман әңгімелерді тез қабылдаймыз да, жаман әңгімелер ауыздан шығады ғой. Жүрек таза болу керек, жақсы әңгіме айта білу керек, өзін дамыту керек. Әр азамат өзін дамытатын болса, ешкім жамандамайтын болады ғой. Өзі мықты болу керек, басқаларды да мықтылыққа шақыруымыз керек. Мына әсіресе жастар, біздер ауыл жерде өстік, ештеңесіз пакетпен келген адамбыз. Міне Алматыда тұрып жатырмыз. Осының бәрі тынбай, қажымай, түнде жаңа қыдырмай, әлгі түнде бос уақыт өткізбей, еңбекпен өскеннің арқасында осылай келіп жатыр. Әркім әр түрлі ойлайды. Ой, дүние қуған, анау-мынауған. Мен керісінше дүниені шашып жүрем. Себебі еңбегіме сенем, еңбекпенен табылғаннан кейін Алла тағала жолын аша береді ғой. Ең басты адал болыңдар, таза болыңдар. Мына тілде тұрақтылық болу керек. Не айтасың, соған соны жасауға тырысыңдар. Адамдардың сеніміне кіру керек. Бірінші ақша емес. Көбінесе айтамын ғой, адамның сенімі. Саған сену керек. Сонда ақшаның бірінші қадамдары келе бастайды. Сенім ақшадан қымбат болып. Иә, ақшадан қымбат. Біз енді бизнесте ашшасы сеніммен көтерілген. Мен мына сұрақ қоюды ұмытып кеттім сізге. Жалпы сіз өзіңіз с нуля, нөлден бастағансыз ғой, былайша айтқанда. Бай, өзіңіздің әке шешеңіз бай, ондай бір кәсіппен ешкім айналыспаған дұрыс па? Енді шаруа кісілер ғой олар. Шаруан адам. Ол кісілер жаңағы 2 сиырды, ямаса 10 қойды, 20 қойды, соларды асырады. Біздерге тек қана аталарынан үйренген өтірік айтпа, ешкім ала жібін аттама, ұрлама, осылай тәрбиелеген адам ғой. Ұят болады деп, сол қағидада қазақтың кәдімгі қарапайым отбасында өстік. Бірінші үлкен кәсіпті қай жасыңызда бастады Сара? Өзіңіз? Үлкен кәсіпті... Үлкен ақша қай уақытта түсе бастады сізге? Мен 27 жасынан бастап келе бастады ақшам. Үйленгеннен кейін. Иә, үйленгеннен кейін барып келе бастады. Үйленгеннен кейін ақша таптық, құртықты айналдырып жүрдік. Үйленгеннен кейін уже біраз ақшаны көбейту, бала шағалы болған кейін. Сондықтан кеңес беретінен бірінші үйленбей жүрген жігіттерге үйленсін, содан кейін дүние табылады. Ең басты бір-бірімен тіл табыса біліңдер. Бүгінгі ең үлкен инсайт осы шығар. Үйленіңіздер, үйленгеннен кейін үлкен табыс табылады. Негізі ол нәрсе бағанағы адам кішкене осознанный болып бастайды ғой, бағана ақша жинап жан-жаққа. Иә, бала шағам бар, отбасым бар деген сияқты жауапкершілік мойнына түскеннен кейін болды ғой. Болмаса бойдақ болғаннан кейін ештеңе ойламайды ғой. Ой, түнімен жүреді, қыдырады, дем алады, жауапкершілік жоқ. Ақшаны құрта береді. Менде тура сондай болған ғой, сенесіз бе? Мен өзім көп ақша табатын едім да. Өзім тұрған кезде енді ақшаны қалай болса солай құртып, қымбат көліктер алып кішкентай бала сияқты
бірақ үйленгеннен кейін қазір балам бар уже. Одан кейін де мен кішкене уже ақшаны бүйтіп ретін келтіріп, жинап, бір ертеңгі күнді ойлап, ертең бала шағам аш қалмасын деп, біз аш қалсақ та жүре береміз ғой, бір донер жеп деген сияқты. Сосын кішкене ойланып, ақша жинай бастадық қой. Сондықтан жас жігіттер, әсіресе бойдағы жігіттер, байығың келсе үйлен, содан кейін байисың дейді. Ол Жандарбек аға, сізге рахмет. Бұйырса келесі отырыста көріскенше сізге. Бұйырса айтпақшы, алдағы уақыттарда өзіңіздің кәсібіңізге барып, заводтарыңызға барып, кішігірім обзор түсірсек те қарсы емес шығарсыз. Жақсы көрейік оны. Болды, рахмет. Біз Жандарбек ағаның инстаграмның астында қалдырдым. Тіркеліп қойыңыздар, мотивация беріп отырады постоянно. Біздің каналға да тіркеліп қойыңыздар. Осындай керемет мықты кәсіпкерлерімізді көрсетіп отыратын боламыз. Ассалаумағалейкум.